1925 жылы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген батыр Салық Есентаев. Ол 162-ші атқыштар дивизиясының құрамында Зегже елді мекенін қорғаған батыл командир ретінде көзге түскен. Рота командирі қатардан шығып қалғанда, жауынгерлік тапсырманы жарты жолдан тастап кетпей, бөлімді басқаруды өз қолына алады. 1945 жылы Любичи ауылы үшін болған шайқаста Салық Есентаев өзінің взводымен алғашқы болып, жау траншеясына басып кіріп, қоян қолтық ұрыста қарсыластың 5 сарбазын жер жастандырып, екеуін тұтқындаған. Өзі жараланса да, ұрыс алаңын тастап кетпеген. Осы ерлік үшін Қызыл жұлдыз 2-ші дәрежелі отан соғысы ордендермен марапатталған. Ер жүрек батыр есімі ел есінде.